Ассаламу алейкум, урматтуу серджилер. Бу ТВ студияда Украина хабарлары бүгүн ноябрынын 16-сы жума эртеси күнү. Бу апталык кечкен вакаалар акында тариф этмеге азармыз. Стратегик мерке стипендиялар ве аклав корову Украина президентінің Кырым Мухтар Жумхуриятындагы даими темсилчилиги ишгал этилген ярым аданын сакинлери үчүн канун лейхаларына азырлап башлады. Бунун эле кырымлы балалар медини ве тасил тешебюслери үчүн фонд курулачак. Бу акта ноябрдын 13-ында Украина президентінің Кырым Мухтар Жумхуриятындагы даими векилинин муавини Тамила Ташева брифинг вактында билдирди. Ми вже провели Ярымадада яшаган вемманда көчкен инсанларнын ишбарлыгымыз бізім үчүн муим ола. Кырымдаки кабилиятле балалар медени ве тасил тешебюслери үчүн фонд курулмасы планлаштырыла. Халкара ортакларымыз донор девлет акимиет органларынын меслятлар кечирдик. Ишгал этилген жерде яшаган кабилиятле балалар муражат это белки окумак үчүн стипендия алачак ве Украинада кейфиятле тасил ала билежек мерkezini açacakmız. Кырымга ит карарга ре берилмеден эвеле Русия темсилчиси Бирлешкен Миллетлер Тешкилатыны техдит эткен. Бу акта Украина тышкы ишлер назиранын муавини Сергей Кислица билдирди. Онун айтканына көрө Русия Украина ярым адасы акында карарга Русия топрак бүтүнлүгүнө каст этув деген кеченлерде Бирлешкен Миллетлер Тешкилатынын 3-чү комитети Кырым акында янартылган карарга кол туткан. Делегатлар Русияны Кырымнын канунсыз ишгал этилмеси, ярым адада инсан аклары бозулмасы үчүн тенкит этти. Олар канунсuz сүретте аписке алынган ве махкум этилген украинлерни азат этмеге ве ишгал этилген топракларда яшаган Украина ватандашларыны аскерликке желеп этмемеге давет этти. Murder, torture, harassment. Өлдүрүлөр, искенжилер, акаретлер, тевкифлер, гайып улувлар, журналистлер, блогерлер ве дигер фааллердин такып этилүүгө бутун бу ишгал этилген Кырымда эң чок тартылган укук бузуулары. Адамлар террорчу Украин жесурлары хайинлер олмактан, апыске алынмактан ве асла гайып олмактан коркалар. Русия тарафындан ишгал этилген Кырымда канунсuz баскаларына Авропада ишбирлик ве телекөзсүзлүк тешкилаты да тегбих этти. Америка Бирлешкен Девлеттери, Авропа Бирлиги ве Украина делегациялары тешкилатынын топлашуунда Москваны ярым адада саясий такиплерни токтотмага ве саясий мобюслерни азат этмеге давет эттилер. Бунун эле Америка тарафы Русия махкемесинин 6 Кырым татарга чыгарган карарыны тагбих этти. Ноябрдын 12-сінде оларға 7-ден 19 жылға кадар серт апиш жазаларына махкум этилди. Бу даванын иштиракчыларыны Amnesty International халкара тешкилаты виждан мобюслери деп адландырды. Кырым татар Дунья конгрессинин ижра комитети Киев шаарында топланды. Конгресс азалары Кырымдан, Авропа девлетлеринен, Америка ве Түркияден кошулдылар. Кырымлыларынын тасили Дунья боюнча Кырым татарларынын бирлешмеси 9 айда япылган ишлер, курушевлеринин эсабаты ве келечек планлар музакире этилди. Кырым татарларынын Дунья конгресси бутун дуньяда Кырым татарларынын темсил эткен органдар. Toplantıyı biz Es-Sabat'la başladık. Bütün burada temsil edilgen ülkelerin temsilcileri işte kendi ülkelerinde yapılgan bütün çalışmalarını anlattılar, seslendirdiler. Polonya, Litvanya, Romanya, Türkiye, işte biz burada Ukrayna'daki olganın hepsini anlattık. Bu esabatın etrafında şimdi müzakere olacak. Anladığıma göre insanlarımız tek yapkanlarımıza değil de yapılmaganımıza dikkat çekecekler. Neden o yapılmadı, bu yapılmadı? Endi çoktan olmagan öyle toplaşmalar Kongressin işte icra komitetinin ve onun için bayağı adamında toplandı, musafirler toplandı. Herkesge meraklı ne oldu? Şimdiki zamanında Kongressin prezidenti endi öyle bir esabat gibi bayağı malumat verdi. Ne yapıldı ve ne yapılacak? Elbette ayrı öyle bir ufak tüfek meseleler var. Kayısıların endi bakılması gerek. Onlar
Кырымдан беким оле doğrudan-doğru bağlı değiller ama Kırım Tatarların yaşayışından işte bağlı. Men bilesem Kırım hakkında ne için öyle çok Kırım'da alıp barılgan ve yapılgan bazı merasimler ve hareketler için ne için laf etilmiyor çünkü bu hafsızlık tarafından pek mühimdir. Eğer şimdi kongres görsetecek bana bu bizim alakamız var bu işlerimizge endi bu Rusya tarafından bu işte merasimlerge ayrı bir dikkat olacak. Русияда канунсыз сүретті 12 ел серт апеш жазасына махким етілген сияси мобиус Эмир Усин Куку 15 күнге карцерге қапатылды Қырым-татар ақ уқу құройжысы Ростов тағықа тевқиф ханиясындаки камерада юқлап қалған ве ақшамки түзілуге келмеген. Оның ақында протокол yazылған, ама Куку оны имзаламаған. Ноябрінің 12-сінде Ростов-на-Дону шерінің Женеби бөлге арби махкемесі Ялты Хизбут Тахир даванан 6 мобиусыны серт апи жазасына махкум етті. Олардың арасында Эмир Усин Куку. Олар эсассыз террорчылықта қабатланылды. Украина тышқы ишлер назарлығы Русияге өз қытайы назарлығыны білдірді ве қанунсыз суретті махкум етілгенлерінің азат етілмесіні талап етті. Бұл даванын иштиракчыларыны Amnesty International халқара тәшкилаты виждан мобиуслері деп адландырды. Интерпол Полонияда яқаланылған Украина ветераны Игорь Мазурның давасыны тоқтатты. Бұақта Мазур UA TVге Киевге қайтқан сон білдірді. О Қыдыровға оны Русия бергенін хатырлатты. Полонияда есе Евге қайтмасына ярдым еттілер. Игорь Мазур Русияге қаршы дава açılmasını көзде тұта, ама шымды Кремльдің невбеттеки адымларына беклей. Русия оны халқара Қыдыровға бермесіні янарта білежек сон кекундыр бүгін ве Ничего страшного. На будь-які їхні дії ми будемо робити протидії. Русия тарафından yapılgan hareketlerge karşılık gösterecekmiz. Şimdi bakarak neleri manga karşı verecekler. Çünkü yarın sonki kon ya da bu davanı kapatacaklar ama manga karşı dava kapatılsa diğer bir vatanperverge karşı dava böyle kapatılır manasına gelmey. Игорь Мазур ноябрінің 9-ында Полонияда яқаланылды. Анда оны Сеймнің сабақ спикері давет етті. Интерполның халқара Қыдыровына оны Чеченистанда арби әрекетлерді иштирак еткені үшін Русия илан етті. Украин фаал ве Менликен қалабының иштиракчысы. Донбасста арби әрекетлерді иштирак етті ве Украина юқары радасы инсан ақлары векілетлесінің кетебиетінде чалыша. Киев Газпромдан уйгун фиятларға көре газ сатын алмақны еш бір вақыт рет етмеді. Нафтогаз Украина шеркетінің башы Андрей Коболев Русия президенті Владимир Путинның сөзлеріне жауаплады. Бұның еле шуны да қайдетті ке Украина Русияның газ инхисаржесына қаршы яны давалар ачмаған. Бұның ярыне Газпром ачқан даваларға қаршы махкемеде озыны имайеті. Путин бүгінде Киев сатын алған фиятлардан уджуз газны теслим етмеге азыр олғаныны білдірді. Ама Нафтогаз Газпромға қаршы ачқан яны дава вазиетні мөрекеплештіре біле. Айтышмалар автасы Украина Милли банкы мемлекетлер ара пара фонду миссиясынен малия секторының ислятыны музакире етті. Милли банк рейсы Яков Сымоли мемлекетлер ара пара фондунен яны ішбірлік программа имзаланылмасыны ве кредитнің бірінші парчасыны Украина елінің сонуна қадар беклегеніні білдірді. Мемлекетлер ара пара фонду миссиясы Киевді өзешіні кеченлерді башлады. Украинада дифтерияға қаршы уюнтық еттірілі қадар бөлгелерге 200 иляч доза собиралды. Веда юз бекленілі. Бұақта сағлық сақлав назиры Зоряна Скалецкая парламенті білдірді. Оның білдіргеніне көре назерлік дифтериянен бағлы вазиетні тұрғынлаштырмақ үшін кереклі черелер көре. Бүгінде Украинада бұ хаталық әнді 20 кере қайдетілді, кечкен сенесі 10 кере еді.
Це не є вакцинація. Бу вакцинация дегеле, бу препарат те кайде тельгенде япыла. Украинаға теслим этелген да 100 доза барве да 150 доза берележеге аққанда аңлаштық. Бу етерлі қадар. Юнтық ампуласы бин олмасы керек дегеле базы велетлерде керек олған тақдерде оны қоланалар. Шунын üçün бөлгелернен бақ құрамас препарат те керек олған тақдерде берележек. Мемлекетте бар олған ән яқшысы қында айты бермек ве украинлерні сеат етмек, яғни илхамландырмақ. Бұл Украиняны вау сергесінің мақсады Сергей Киев вокзалында açılды. Анда не тақдим етілгені ақында мұхберіміздің левхасында. Под арт-пространство. Енді 20 ел девамында Киевнің меркези вокзалында бош тұрған юг бөлігі санат мейданы үшін айырылды. Бұтын бұл вақыт девамында бұл ер асла қоланылмады. Шымды есе мұнда Украин вау сергісі açılды. Коли ми почали думати про концепцію, Бу мейданы насыл ача білежегімізні тұшынмеге башлағанымызда бір сеат сергісіні яратмаға ғайе пейдалды. Вокзалға келгенде 14 платформаға түшкенде сеат рухыны дойы башлайсын. 2-3 саат içinde зеречілер Украинаның белі олмаған тарихыны ерлеріні көріп ола. Виртуаль керчеклік көзліклері Казимир Малевичның суреті ана ватан әйкелінің 6 метрлік башы. Бұл ерде 50-ден зияде сейрек рас келген экспонат ве ерлер топланған. організатори Тешкілетчілар бұл ерде Украинада көрмесі мүмкін олған бұтын вау шейлеріні, вау ерлеріні топламаға қарар алды. Мұнда пек чоқ интерактив экспонат. Бұл бұтын Украинадан ән мерақлы шейлер. Санат мейданы вокзалда даими эсасында çalışacak. Укрзалізниця оданы түрлі медені лейхалар үшін киралық бережек ола. Перед нами стояла велика дилема, що робити з цим приміщенням. Бұл хане не yapmağa çok düşündük. Ya da kapatmak ve yok etmek gerek еді, ya da şekeline dengiştirmek. Şunun için Zemanevi meydanға çevirdik ve мұнда енді бірінші сергіні açamız. Выставка Ukraine Wow sergisi noyabrın 14-ден декабрın 29-на kadar çalışacak. Артем Голуб, Имран Усинов, Илья Крипак, UATV. Құрметлі серджілер, бұл аптаға олған бұсынғы хабарымызды дадачы хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыны сөзіңізге мұқа айтылыңыз, сақлықнен қалыңыз, ярынға қадар иншаллах көрішкенде.